Сәлем достар, біз бүгін крабовый салат жасаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Бізге қияр, краб таяқшалары, жұмыртқа, кукуруз және де майонез бен тұз қажет болады. Мен алдын ала барлық заттарды дайындап алдым. Осылай қиярымызды төрт бұрышты қылып турайтын боламыз. Мінекей, осылай барлығын бір қалыпты қылып, төрт бұрышты қылып турап аламыз. Оның үстіне крабымызды да төрт бұрышты қылып осылай турап аламыз. Бұл салат жеңіл салатқа жатады және де өте тез дайындалады. Үйіңізге аяқ астынан қонақ келіп қалған кезде осы салатты дайындасаңыз, өте тез дайын болады. Енді үстінен жұмыртқамызды төрт бұрышты қылып турап салатын боламыз. Мінекей барлығын турап болдық. Енді үстіне кукурузды саламыз. Және де аздап тұз салып, майонез қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Майонездің орнына қаймақ қолдансаңыздар да болады. Бұл салат өте дәмді болып шығады. Әсіресе балалардың сүйікті салаты десе де болады. Сіздерге де жасап көруге кеңес берем. Өте дәмді болып шығады.